Не. Құм шекер керек. Құм шекер зиян. Түсіңіз өзіңізді кім, а? Аяғым. Қаш, жап. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер көрші туралы видеоларыңыз бізге қатты ұнап қалды. Тағы да көрші туралы мини-фильм түсіріңіздерші деп бізге қайта жазған достарымызға арналады бұл видео. Достар, бүгінгі біздің мини-фильміміз қорқынышты бір түрлі көрші туралы болады. Достар, біздің мына қарама-қарсы есік 5 жыл болды осы жерде тұрып жатқанымызға. Ана есіктің ашылған мүлдем көрген емеспіз. Ана есіктен бір адам кірмейді, шықпайды. Және де шам ғана жағылып тұрады, светтері өшіп тұрады, свеча жағылып тұрады, үйлерінде андай свеча екен көрініп тұрады ғой. Сол ойлаймыз да, бұл жақта кім тұрады екен деп аялап жүр. И бізге қызық болып жатыр. Біз білмейміз, кім тұратынын білмейміз. Сол үшін біз қазір бұл көршімен ойнаймыз ба? Я ойнаймыз. Жоқ қоямыз. Ойбай, тұрады екен біреу. Ойбай, шықпа. Тұрады екен ғой, бізді алдапты ғой көршілеріміз. Ешкім тұрмайды, бұл жақта привидение бар деп еді. Привидение емес, адамның дауысы шығып жатыр ғой. Неғып сонда светін жақпайды үйінің? Таз қараңғыда қалай отыра береді? Ойбай, достар, бізге қызық болып отыр. Үйен оңдырмай. Ойбай, жүр, қақпа. Енді оңдырмаймыз да, қой құрсын. Басымыз бәлеге қалар. Давай, енді бетеміз. Сен түсіріп тұрасың, аяла. Мен барып тағылдатам, сөйтіп ол ашқан кезде мен типа бүйтіп, саламатсыз ба? Қалайсыз, біз сіздердің көршілеріңіз біз деп айтам. Давай, сен түсіріп тұр мені. Сен түсірмеймін. Қазір түсіріп тұрсың ба? Түсіп жатыр ма? Достар, лайк бас қойыңыздар, біз көршіміздесін. Не? Құм шекер керек. Құм шекер зиян. Түсіңіз өзіңізді кім, а? Аяғым. Біз оны күніге ішіп жатырмыз ғой, шайға қатып ішеміз ғой, біз оны шекерсіз. Не керек? Құм шекер болды, басқа шекер керек емес. Ойбай, рахмет, сау болыңыз. Аяла, аяғын түсірдің ба көршімізді? Көрдім ғой. Ужас, біз кіммен көрші болып тұрып жатырмыз? Мама, сіз? Аяғы тырна ғой. Аяғы тырнаның аяғы. Өмірімде ондай аяқ көрмеппін, достар. Аяғы тырнаның аяғы. Мына жерінде шашы жоқ. Фу, тісін көрдің ба? Фу, көрдім ғой, мама. Кішкентай тістер істетсе болады ғой. Бәрі алтын, еще ол мына жеріне не жетіп тұр ғой тісі. Ойбай, тамақты қайтып жейді ғой.
Мама, сізге бүйтіп тұрмын ғой, сіз басым не бүйтіп? Мен енді көрген жоқ, сен бәсе деп жатырсың. Не аяла деп бүйтейін деп жатсам достар. Тураны алжыған атаны басынан бүйтіп ұрайын деп тұрмын ғой. Ужас. Басын тақылдата салуым керек еді. Сасқаннан құмшекері керек дегенше. Ойбай, мама, екіншіде тоғылдатпайықшы. Ана үйге бармайық достар, ана бір эксперимент жасап атқан алжыған бір не сияқты ғой. Иә? Алжыған бір ана ботаниктер болады ғой. Сондай сияқты аяла. Саған олай көрініп тұрған жоқ па? Маған көрінді, бірақ аяғы... Аяла, сен соған қарай тұр, иә? Мұхаммедке. Так, мен магазинге баруым керек еді. Кім ол? Саламатсыз ба? Тағы не болды? Сіздер мені найда тұратынымды біліп қойдыңыздар. Түсімде айттым ана врачқа. Айттым ана врачқа. Өлшеп істеп бер деп. Сіздер ақыры мен найда тұратынымды біліп қойдыңыздар, иә? Енді мен адамдарды вообще жек көремін. Мен адамдарды ұнатпаймын. Тоқтаңыз, сіз адамдарды ұнатпасаңыз, адамдардың арасында қайтып өмір сүріп жатсыз. Жалғыз өзіңіз Поляға кетіңіз. Қызықсыз сіз. Сіз адамдарды ұнатпайды екен деп аспанмен ұшып жүрмейміз ғой. Мен отыр едім мына үйімде. Сіздер ақыры біліп қойдыңыздар. Маза бермей жатсыздар маған. Эксперимент жасайын десем. Сіздер Қандай күннің бір уақытында шулайсыздар. Енді мен сіздерді біз емес шығар. Сөйлесемін. Сіздерден шығады дауыс. Мен мына үйлеріңізде тұрам. Білдіңіздер. Сіз ше ана уколыңызды сумаңдата бермеңізші. Менің мына үйде тұратынымды біліп қойдыңыздар. Енді сіздермен басқаша сөйлесемін мен. Ол үйде тұратыныңызды білгенде тұрған не бар еді? Ол үйде адам тұратынын білеміз ғой енді, бірақ мынандай тауық аяқ тұрады деп ойламаппыз енді. Иә, енді түнде шулаңыздар, мен сіздермен басқаша сөйлесем. Түнде сіз өзі шалсыз ба, қызсыз ба, түсінбедім, даусыңыз қандай? Эксперимент жасайын десем түнде. Рахаттанып отырып сіздер шулайсыздар, бақырасыздар. Әбетте шулап алыңыздар. Түнде енді шуламаңыздар, түсіндіңіздер ма? Мына көршіде енді бұл көршіге ұрсайын десем, олар мені білмейді. Енді оны жасырынғанда сіз қанша жыл жасырынып жүресіз? Уколыңызды ары құртыңыз деймін, мен кішкентай балдарым қорқады. Қайта неге көрсетіп жатырсыз? Біз жай ойнадық жаңа. Мен бұл жақта тұрып жатқаныма 50 жыл болды. Мен қазір жасымды ешкім білмейді. 150-де. Не ма? Болды, айтқаныңыз болсын. Сау бол. Сіздер қоян әлет шыққан болса маған айтыңыздар. Тышқан мен қоян маған керек, солармен мен эксперимент жасайын. Қоян? Қоян мен тышқан. Бұл кәдімгі үй ғой, біз зоопарк емеспіз ғой, қоян асырайтын. Не қыламыз біз қоянды? Тышқан болса маған айтыңыздар. Енді мынандай домдарда тышқан болмайтын шығар. Тышқан? Біз сарайда тұрып атқан жоқпыз ғой, біз үйде тұрып атырмыз ғой. Бұндай домдарда тышқан болмайды, на шашығанда. Қыз ба, жоқ. Шал ма? Иә. Енді түнде шуламаңыздар. Сіздермен басқаша сөйлесемін мен. Мен ана үйде тұрам, білдіңіздер. Мен сол жақта жаман адам тұрады деп айтсаңыздар. Мен білдім, аяла. Сіз Кощейсіз ғой. Анау сізге... Иә, мен білдім, Кощей бессмертныйдың аяғы осындай тырна болады. Ол үнемі қоянның және де тышқанның етін жеп жүреді жасару үшін. Сіз Кощейсіз. Сіз Кощей бессмертныйсыз. Аяла. Ертегілердегі Кощей бессмертный деген ешқашанда өлмейтін Кощей деген. Мә, біз сонда Кощеймен көршіміз ба? Сау болыңыз. Құттасын.
біз ешкімге айтайын деп жатқан жоқпыз, Кощей мырза. Иә, мен Кощей емеспін. Әрі қарай ұйықтап жата беріңіз, Кощей мырза. Мазаласақ ренжімеңіз. Енді өлтірмеймін. Ай Алла. Мына бала шағаңызда тышқандар білесіңдер. Терезеден ұшып қашамыз ба? Біздің үйде тышқан жоқ, әуре болмаңыз, зоопарктерге барыңыз. Кощей, енді түсіндім, аяла, Кощей екен ғой бұл. Бұл өмірде де бар екен ғой, Кощей деген. Тек ертегілерде ғана бар ма десем? Ана Баба Яганың қасындағы досы ғой, Кощей Бессмертный деген. Олардың жаны ине болады, білесің ба? Шықпа. Дайындалыңыздар. Біз қазір Кощейдің үйіне ұрлыққа түсеміз жайлап. Және де Кощейдің жанын іздейтін боламыз. Кощейлердің жаны инеде тұрады. Дұрыс па? Иә. Ал достар, біз барып енді Кощейді, көрші Кощейді аңдиық.